Сәлеметсің бе оқушы? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы командалық жұмыста көшбасшылық дағдысын дамыту, футбол ойынындағы қорғаныс шабуыл әрекеті, үйрену жетілдіру сабағы. Оқу мақсаттары: көшбасшылық дағдылары мен команда құрамында жұмыс істей білуді анықтау және қолдана білу, өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу, қимыл әрекеттерімен байланысты білімді анықтау және қолдана білу. Сабақтан күтілетін нәтиже: футбол ойынының қауіпсіздік ережелерін біледі, көшбасшылық дағдылары мен команда құрамында жұмыс істей білуді анықтайды және қолдана біледі, өзгермелі жағдайға жауап қайтара біледі, қимыл әрекеттерімен байланысты білімді анықтайды және қолдана біледі, қорғаныс шабуыл әдісін түсініп меңгереді, жалпы дамыту жаттығуларының ағзаға тигізер әсерін түсінеді. Үйдегі жаттығулар жасау үшін үй жағдайында жаттығулар орындау кезінде қауіпсіздік ережелерін есіңе түсір. Жаттығуларды орындауға арнайы орын таңдау, жаттығулар орындау орнының тазалығы, жаттығуларды орындау кезінде кедергі болатын заттарды алып тастау, денені қыздырынбай жаттығуларды орындамау. Әдеттегідей негізгі бөлімге көшпес бұрын дене қыздырыну жаттығуларын бірге жасайық. Футбол ойыны туралы мәліметті бірге қарастырып өтейік. Футбол спорттың командалық ойын түрі. Футбол әлемге аса танымал ойындардың бірі. Ойынның негізгі мақсаты қарсылас команданың қақпасына аяқпен немесе басқа да дене мүшелері мен қарсылас команда салған саннан көбірек доп салу болып табылады. Матч сипаттамасы: ойын ұзындығы 100-110 метр, ені 64-75 метрлік тік төртбұрышты алаңда өткізіледі. Биіктігі 2 метр 44 сантиметр, ұзындығы 7 метр 32 сантиметрлік қақпасы бар. Қақпаның сыртына тор керіледі. Футбол добының салмағы 396-453 грамм, диаметрі 68-71 сантиметр. Ойынға 11 ойыншыдан 2 команда қатысады. Олар қақпашы, қорғаушылар, жартылай қорғаушылар, шабуылшылар болып бөлінеді. Ойын арасында 15 минуттық үзілісі бар. 45 минуттық 2 кезеңде өтеді. Ойын өз айып алаңында қақпашыдан басқа ойыншы допты қолмен ұстауға болмайды. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбына келетін болсақ, қорғаныс және шабуыл әрекеті. Футбол ойынында шабуыл кезінде шабуылшы топтың ойыншылары әрдайым ашық жүруге серігі берген допты әрі қарай қарсыласына допты беріп қоймай қарсылас топтың қақпасына доп соғу. Қорғаушы топ ойыншылары шабуылшы топтың ойыншыларына кедергілер жасау арқылы өз қақпаларына допты соқтырмау. Допты қарсыластан алып қойып кері шабуыл тактикалары іске асырылады. Көрсетілген бейнетаспаға назар аудар. Есіңе сақта. Осы қимылдарды әлемдік деңгейдегі спортшылардың шеберлігінен тамашала.
Бүгінгі өтілген сабағымызға байланысты осы қимыл қозғалыстарды мұқият қарап есіңе сақтап ал. Үйге тапсырма: футбол ойынында қауіпсіздік ережелерін қайталау. Бүгінгі өтілген сабаққа байланысты қорғаныс, шабуыл тактикаларын, оның қимыл қозғалыстарын қайтала. Жалпы дамыту жаттығуларын жасау: жеңіл ережемен достарымен қауіпсіздік ережесін сақтай отырып футбол ойна. Жасалған жұмыстарыңды WhatsApp желісі арқылы ұялы телефонға жіберуді ұмытпа. Сабақ аяқталды, сау болыңыз.